Сәлеметсіздер ме оқушылар? Здравствуйте, ученики! Сабағымыздың тақырыбы «Менің қаламым». Тема сегодняшнего урока «Моя ручка». Біз бүгінгі сабақта сұрақ қою арқылы мәтін түрлерін және құрылымдық бөліктерін анықтаймыз. Мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастырып, оған жауап береміз. Ребята, для начала нашего урока мы с вами познакомимся с новыми словами. Жаңа сөздермен таныс боламыз. Қызыл, красный. Қызыл, красный. Жасыл, жасыл. Зеленый. Сары, сары. Желтый. Ақ, ақ. Белый. Қара. Қара, черный, көк, көк, синий, күлгін, күлгін, фиолетовый. Түстер, немесе түс, цвета. Бірінші тапсырма, 94-ші бет оқылым. Оқимыз, мәтінді прочитаем текст, сұрақтарға жауап береміз, отвечаем на вопросы. Менің үйім дүкеннің жанында. Біз бұны өткен сабақта өттік. Мой дом рядом с магазином. Мен дүкенге барамын. Я иду в магазин. Дүкеннен көк қалам, жасыл дәптер, ақ өшіргіш сатып аламын. Көк қалам, көк, синий. Жасыл дәптер. Дәптер, тетрадь зеленого цвета, да? Жасыл, зеленый. Ақ, өшіргіш. Өшіргіш, ластик. Белый, ластик. Менің ұштағышымның түсі қара. Цвет моей точилки черный. Маған түсі күлгін қалам ұнайды. Қалам, ручка, күлгін, фиолетовый. Мне нравится фиолетовая ручка. Мен оны досыма беремін. Я отдам ручку другу. Енді сұрақтар. Дүкен үйіңе жақын ба? Твой дом рядом с магазином? Сенің үйің дүкенге жақын ба? Менің үйім дүкенге жақын. Дүкеннің жанында, рядом. Дүкеннен не аласың? Көк қалам, жасыл дәптер, ақ өшіргіш алады дүкеннен. Сенде әдемі қалам бар ма? Красивая ручка. У тебя есть красивая ручка? Я, менің қаламым бар. Маған түсі күлгін қалам ұнайды. Мне нравится фиолетовая ручка. Да, у меня есть ручка. А теперь, ребята, мы дополним предложение с помощью картинки. Гүлсаяның жасыл дәптер бар. На следующей картинке у нас желтый карандаш. Ернұрдың сары карандашы бар. Сары, желтый. У Ернура есть желтый карандаш. Келесі күлгін қалам. Фиолетовая ручка. Мен дүкеннен күлгін қалам сатып аламын. Оның өшіргіші бар. Өшіргіш, ластик. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. До свидания, ребята.